Сәлеметсіздер ме? Кеше жалғаудың үлкен 4 түрі бар деп өткен едік. Біріншісі көптік жалғауларды оқыдық. Бүгін жіктік жалғаулар. Жіктік жалғауы адамның кім екенін, кәсібін көрсететін зат есімдерге жалғанады. Бірінші, екінші, үшінші жақ мен, сен, сіз, ол жекеше және көпше түрде. Бірінші жақта мен, мын, мін, бын, бін, пын, пін. Екінші жақта сен, сың, сің, сіз, сыз, сіз. Үшінші жақтың жалғауы болмайды. Ол мұғалім деп айтып беруіміз мүмкін. Көпше түрде біз, мұғалім, біз деген сияқты. Мыз, міз, біз, біз, пыз, піз. Екінші жағы сендер, сыңдар, сіңдер. Сіздер, сыздар, сіздер. Олар жалғауы жоқ. Енді мысалы мен мұғаліммін. Сен оқушысың. Осы жерде түбірі мұғалім, мін жіктік жалғауының бірінші жағы жекеше түрі деп айтасыздар. Оқушы, түбірі оқу, түбірі жұрнақ, сың жіктік жалғауының екінші жағы жекеше түрі. Үшінші жағында ол дәрігер. Үшінші жағында ешқандай да жалғауы болмайды. Олар дәрігерлер деген жақта көптік жалғауы болуы мүмкін, жіктік жалғауы болмайды. Сонда сіздер кеше көптік жалғау, бүгін жіктік жалғауы, үлкен 4 жалғаудың екіншісімен таныс болдыңыздар. Осындай жалғауды көрсеңіздер және ол мамандықты кім екенін білдіріп тұрса, міндетті түрде жалғауға жатады. Жіктік жалғауы. Жалғаудың белгісімен сызамыз сөз құрамына талдаған кезде, және ол жіктік жалғауы. Өздеріңіз кез келген мамандықты алып, жіктеп көрсеңіздер болады. Балалардан сұрауларыңызға да болады. Мен мұғаліммін, нешінші жақта тұр? Сен оқушысың, нешінші жағында тұр? Жалғауы қай жерде? Түбір қайда? Сөз құрамына талдатып көріңіздер.